өз сөзімді бастағым келетіні ең бастысы біздің алынған адамдар ескеріп айтып кеткім келеді. Әлихан Бөкейханов және де біздің алған топтікі Қаныш Сәтбаев болатын. Бізге айтқан қарсы топтың келтірген аргументтердің бәріне қарастыратын болсақ, олардың Әлихан Бөкейхановтың саяси жағынан да және әдеби жағынан қалдырған этнограф секілді жетістіктерін білеміз. Иә, ол әлемді із қалдырған адам деп те айта аламыз, бірақ бізге келтірген бір фактордың бірі 1937 жылы ол дүниеден өткенде қазақ әлі сол Ресей патшалығының астында КСРО-ның билігінде болғанын ескертіп кеткім келеді. Қанша жетістіктері өзінің сөзде жеңіске келгеннің өзінде, неге біз сол уақытта Қазақстан мемлекеті ол зайырлы мемлекет бізге өзіміздікі болмады? Әлихан Бөкейханов Нұрмұхамедович өзі дейтін жасы жеткілікті және соғысқа қатысатын жағдайда болған тұрғанымыз өзінде де соғыстан қатыспаған. Ал жаңа бізге айтып кеткен Бауыржан Момышұлы секілді қарсы біздің аргументтерімізді келтіріп құлатқысы келген заттарды айтып кететін болсақ, біздің Қаныш Сәтбаев ең басты ақпараты оның соғысқа қатысқаны емес, оның білім дәрежесі болатын. Білім дәрежесінің арқасында осылай қазақша Қазақстандағы дейтін былай айтқанда азық көзін қалдырып кеткені туралы айтылатын болатын. Бізді нақтылап тыңдасаңыз осыны түсінуге болатын еді. Өзінің 50 жасында соғысқа қатысып қазақ елін құтқарып қалуға тағы бір атсалысуына болатын еді. Және де айтып өткіміз келетіні біздің келтірген қарсы фракциямызда тек қана Әлихан Бөкейхан секілді Алаш партиясы басқарып, оны істеп барлық саяси жүйелерде тек қана Әлихан Бөкейхан сияқты басқа біздің қанша 120 деген зиялыларымыздың жоққа шығарып тұрған сияқты. Мысалы айтып өтетін болсақ, бірге жүрген, бірге өскен, бірге Алаш партиясын көтерген Ахмет Байтұрсыновты, Аяз Ыстық қасында жүрген досы, осылардың бәрі жоққа шығып қала ма? Олардың қаншама еңбектері, қаншама тер төгілген, осы тек қана Алаш партиясы емес, оның сыртында да басқа елдің қатысы болмаса да сыртта істеген еңбектерін жоққа шығарып тұр. Бұның бәрін Ахмет Байтұрсынов жамылып алғандай қылып бізге көзқарасына енгізіп тұр. Айтып өткен жаңағы заттар айтатын болсақ, бізге Қаныш Сәтбаевқа тікелей күш білім бермеген. Айтып өтетін болсақ, оның дейтін қалай келсе де із қалдырған дегенмен ол ойға келмейтін нәрсе сияқты біздің ойымызша. Ол Әлихан Бөкейхан мен Қаныш Сәтбаевтың арасында тікелей қарым-қатынас болмаған. Және де бізге Әлихан Бөкейханның келтірген факттарына нақты бір өздерінің кітаптарын айтып кеткен жоқ. Осыны ескеруіңізді сұраймын. Бізге айтып кетсе, осыны қандай этнограф емес қазақ тіліндегі кітаптарды жазып кеткені, біз оны қабылдайтын едік. Тікелей оқытпаған тағы бір айтқым келеді. Енді өз сөзімді бастағым келеді. Айтып өткім келетін біздің Ұлыбританияның премьер-министрі сол уақытта кеңес одағындағы сол кездегі Қаныш Сәтбаев секілді адамның пайда болғаны бір мархабат ғажайып зат екенін айтып кеткен. Осыны ұмытпауымыз керек. Орасан зор үлкен Ұлыбритания премьерінің өзі осындай Қаныш Сәтбаев секілді адамның атын естіген болса, ол керемет емес пе? Және де тағы айтып өткім келетін біздің Бауыржан Момышұлыны алмаймыз, себебі Қаныш Сәтбаев одан да артық, одан да маңызды жүйелерді шешті деп ойлаймыз. Және де ескерткіміз келетіні біздің рухани байлықтан, құр рухани байлықтан ешкім ешқандай пайда таппаған. Әр уақыттағы адам бірінші өзінің аш бола тұра, ол басқа да қалай жасам, қалай ойлайды деп ойлай алмайды. Адам өзімізді бірінші қамтамасыз етіп алу керек. Және де айтып кеткіміз келетін, енді өзімнің факттарын келтіретін болса, ең маңызды тұлға ретіндегі оларға аргумент ретінде айтып кеткен мен бірінші спикер толтыра кетейін. 1954 жылы ашылған Жезқазғанда әлі күнге дейін мыс кен орнының әлем бойынша топ 10-ның ішіне кіреді. Одан дейін 2 миллионға жуық мыс кен орны бар. Және осы Жезқазғанда Қазақстан КСРО бойынша бірінші салынған горно-металлургический институттың ең бірінші осы Жезқазған университетінде салынған болатын. Оны да атқарып, оны салынуына әсер қосып, осыны жары қалаған тасын салған деп айтуымыз болатын осы Қаныш Сәтбаев болатын. Және де ескеріп кеткіміз келетін біздің КСРО өте үлкен ауқатты мемлекет екенін, оның ішінде қаншама ғалым адамдар болған. Осылардың біреуін саған Андреал Владимир Николаевич дейтін адаммен бірдей дәрежеде орналасқан. Бұл бүкіл тек қана Ресейдің емес, бүкіл КСРО-ның дәрежесінде географиялық карталарды құрып, немесе басқа да нүктелерді тапқан адам болатын. Ал осы жұмысы біздің елімізде, Қазақстанымызда сен Қаныш Сәтбаев болатын. Осы дәрежеге ұмытпауыңызды сұраймын. Және де басқа да аргументтерді қабылдай отыра біздің Ахмет Байтұрсыновтың зиялы жақсы адам біздің қазақта ізін қалдырғанын айта аламыз. Бірақ Қаныш Сәтбаев осы Қазақстан үшін ең маңызды, ең әсерлі ізін тарихта айтып кете аламыз. Соңғы минут дегенде көрсетілді дұрыс. Көрсетті уақытта. Және осы аргументтерді сақтай отыра біздің келтірген қарсы фракциямыздың Әлихан Бөкейханды жақсы тақырып ретінде мойындай аламыз, бірақ ең маңызды біз Қаныш Сәтбаев екенін ескереміз және де өз ойымызда қаламыз.